Ассаламу алейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар, аман есенсіздер ме, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма, үй ішілеріңіз қалай, достарыңыз қалай, жекжаттарыңыз қалай, бәрі аман есен болсын деп тілеймін. Ал бізге келсек, бізде де бәрі де жақсы, Құдайға шүкір. Бүгінгі қысқа нұсқа бейнемде сіздерге авокадо ағашын көрсетейін деп едім. Негізі мен Америкаға келген кезде бірдестен орысша да, қазақша да бейне түсіріп үлгермеппін, яғни ойыма да келмепті. Бір түсірген бейнені негізі орысшалап комментарий жасап, одан кейін тағы бөлек қазақшалап түсіру керек екен, бірақ оны бірінші білген жоқпын. Енді мына жерден кешірім сұраймын сіздерден. Бүгінгі бейнеміз авокадо ағашы туралы болады. Авокадоны жеп жүрген шығармыз бәріміз. Қазақстанда негіз базарда сатылады. Бірақ сол ағаш қалай өседі екен, түрі қандай болады, піспей тұрған кезде соны көрсетейін деген едім. Және де енді бұл бейне қысқа болғаннан кейін Алдаспан тобының бір бейнесін қосып жібергім келіп отыр. Алдаспан тобы бетке ұстар этно-рок тобы Қазақстанның. Сол топтың ойнап жүрген аспаптары электрондық домбыра, біреусі сол, біреусі ритм, біреусі бас электро домбыра, ұрмалылар бар. Сол домбыралардың жобасын жасап өмірге өзім келтірген дедім уақытысында 2009 жылы бастап. Сол жобамен айналысып, сол 2011-де сәуір айында топты жинап, сол жылдары тұсаукесерін өткізгенбіз. Осы арнамда қалыңыздар. Әрдайым апта сайын бейне шығаруға тырысам, бірақ мына қазір біраз заттарды үйреніп жатқаннан кейін қолым тие бермейді. Бірақ енді бір күнде бірнеше аптаға шығатын бейнелерді түсіріп, кейін кезекке қойып қоюға болады екен YouTube-та. Сондай бір әрекет жасағым келіп отыр. Ал сіздерге енді не тілеймін, тек жақсылық тілеймін. Денсаулықтарыңызға қараңыздар. Осы арнамда қандай тәжірибем бар, қандай ақылым бар, жастарға, өз қатарларыма көргенімді, осы Америкада қандай тәжірибе жинағанымды бәрін айтып отырамын. Ал сау саламат болыңыздар. Келесі кездескенше.